Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға. Мен Адылхан. Тағы да бір кезекті балық аулауға келдік. Осы жолы қасымда Жеңіс бар, інім. Вячеславка су құймасы. Осы жолы шортан емес. Көксерке аулаймыз деп келдік, судак. Жақсы балық түседі деп ойлаймыз. Даже киспеу керек, короче, сіздер. Кеттік. Қардың үстінде тұрмын дұрыс. Давай. Жоқ, қазір кейін қадырым. Стоп. Қарын жауып тсеші? Керемес ол. Сағат қазір 9. Ана жалаушыларымызды қойып шықтық. Тыныш әлі. Ақ балықтар түсіп жатыр, табан балық түсті жаңа бір екі-үшеу. Мынау міне ақсирек, көксирек деген балықтар сияқты. Мына тесіктен түсті бәрі. Бір 60 метрден ба бірдеңе. Болды, давайте. Естілдім ба, естілмедім ба, білмеймін даже. Машина нөмірін қараңдар, жоқ көшеден көріп жатсыңдар, пипылдатасыңдар ғой. Ара. 1, 2, 3. Что тут у меня? Опа. Былай шығарып көріп қалсы. Екеуміз бірге не істесек жағаласып қалған екенбіз. Кетіп қалса екен сөйтіп тұра. Не, базы жоқ. Подлещик, қой подлещик. Ох, бля, бекерсің. Мына бетінде қотырлары бар екен, ағаш. Мынау кішкентай екен. Қазір не күлкен бар. Оп. Мә, мынау кәдімгі ғой. Не, қай жеріне іліп қойған? Көзіне ме? Көзіне, е. Базар жоқ қой. Толы жүрген болып тұр басында. Көзіне ілетіндей. Бірінші жалауша көтерілді.Ошын, бірінші жалауша көтерілді ән жерде. Кетіп кетсейдім. Жаңа бәрін қозғап шығып едім ғой. Анау жерден көтерілді. Фурманспен жүру керек. Жаңа бәрі қиылып түскен шығар енді. А? Үшеуге де? Не? 3. Базар жоқ, нормально түсіп отыр. Көршілер 3 карандаша поймали, короче. Ошып, сағат 11 болып жатыр. Бірінші жалауша көтерілді, анау жақта. Көріне ме, көрінбей ме? Барып тексереміз. Біз мұнда палаткеде отырып табан балық ұстап жатқанымыз ғой міне. Мынандай. Осындай балықтар түсіп жатыр. Анан барып тексеріп көрейік ал. Не бар екен? Көрейік. Жеңіс, давай сен тексер. Қалай болады? Может, көксерке алып шығатын шығарсың. Көксерке. Асықпау керек, бірақ.
Бау керек. О, жаңағы ма? Жаңа бірі тұрған негізі. Лес қандай болып тұрған балық сезіп тұрсын ба? Кішкентай балық бар тек. Сол кішкентай балықпен ені грузию. Шарк бұрайын ба? Жоқ, сезіліп тұрсын ба? Же, тек кішкентай балық бар, болды. Болдым да қоясың. Şu turada koyasın. Oşum, өтірік түспеген ғой. Өзі көтеріп кеткен ана. Жалаушасы дұрыс емес. Так, келятыр. Кішкентай бірақ. Кішкентай. Мәсін. Әбет болан деп жатыр. Әбет дайындаймыз қазір. Мандай. Әбет. Ошым. Шашлык. Тауықтың етінен. Кәуап. Қазір соны дайындаймыз. Сен не істеп жатсың, не? Су жатыр ма? Қалай? Тема. Жақсы ғой, үлкен бала екен. Ұстай мен әбет дайындай беремін. В общем, әбет дайындаймыз. Шашлык болып отыр ғой. Ошын әбет басталды бізде. Шашлығым почти пісіп қалды уже. Нанды да жылқылай. Ас болсын ошын. Сағат дейтін. Неше болды? 3 ба болды. Жыртқыштар жоқ. Вообще. Жалаушылар тұрған жоқ. Жаңа бәрін тексеріп шықтым. Вообще. Балықтар түрі барлығы нормально. Бір мынандай алып шықтым көксерге, кішкентай. Бірақ жұтып қойған. Осы ғана, басқа жоқ. Мына палатканың ішінде талан балық тұрсты отырық. Осы жағдай. Блядь! Видео түсірсе осы. Кишанай ма? Үлкен құртқа? Ятай! Ошым. Кеш күн тас төбеден төмен қарай түсіп баратыр. Уже. Мына флажоктар біреу де көтерілген жоқ. Жыртқыш балықтар көксеркені ұстау қиын болып жатыр. Тек қана андай не балық ұстап жатыр? Лештер. Табан балық дейм ба? Ақ балық. Ол басқа жоқ. Флажоктардың бәрі тұр. Балықтарын тексеріп түртіп қоямын, сонда да үндемейді, бір көтерілмейді. Күн күшті болып тұр бүгін, негізі бар ғой. Күн керемет болып тұр. Жел жоқ. Күн шығып, күн жылы. Бірақ балық түсіп атқан жоқ. Түскісі келмейді. Бәрінде солай сияқты, ешкім. Біз мына терең жерде тұрмыз, мына жерде. Сол көксеркенің өзін жүретін жерлері, мына жерлер. 9 метр, 7 метр, 8 метр сондай. Мына жерлерді. Мына точкан
белгілеп алғанбыз осы жерден. Жоқ. Мына жақта қарама-қарсы бетте анау қамыс жағалай адамдар шортан ұстап жатыр. Мана ұстадық дейді, кішкентай. Бір адамдар келіп кеткен. Болды, басқа міне қанша балықшылар. Негізі қар өте көп мұздың үстінде. Кейбір жерлерде машинамен өту қиын. Андай салынған жол болмаса былай жүре алмайсың. Мынандай жолдармен тек қарап жүрмесең. Солай. Көреміз, біз бәрібір ұстауымыз керек. Біреуін кән қалай түсіп жатыр ма? Жесін аяққа ұстап отыр. Кән көрейік. Қандай балық екен. Подлещик. О, нормально. Ошын мынандай жақсы палаткінің ішінде ұстап отырық. Мынандай қызылқұртқа ұстап отырық. Орысшасы мотыль деп аталады. Қазақша қалай аталады екен білмеймін бірақ. Қызыл балшан. Қызыл қызылқұрт. Негізі мынау не ғой? Масаның несі ғой? Маса болады ма? Маса болу керек негізі. Мотыль деген сол. Көптен күткен жалауша міне тұрды. Қазір барады. Қарайық. Щука. Жоқ. Мынан қараңдар. Боға тістегеннен қараңдар. Күту керек еді, күту. Алдынан көрін ба? Көріп тұр ма? Міне тістеген. Алдынан былай тістеген ғой. Мына іздері жатыр. 1-2. Жаңа көксеркен мұның. Ана тесіктен жаңа тексеріп жатыр едім. Мына жалаушасы ұшып кеткен. Сәптісем кішкентайлар ғой. Кішкентай көксерке. Қазір қуырамыз оны. Оны жібергенмен пайдасы жоқ, бәрі ұрып қалады. Середіне шыққан кезде бар ғой. В общем, тағы да бір жалауша көтерілді. Міне келіп тұрк. Пока тыныш. Айналып жатқан жоқ. Бірақ болу керек. Бұл не сияқты? Кеште өзі балықтар сондай несі басталады. Активный болып бастайды кешке жақын. Тәртен кеште, тәртенден болған жоқ. Кеште міне бар бірдеңе. Бірін саран әйтеуір көтерілгендер. Ана жерден кішкентай балық шықты. Мұнан құдай біледі не шығады. Күтеміз енді бұйырған. Бұйырған балық ұстаймыз. Басқа үндемейді. Мына жақтағы жиналып жатыр. Мына қамыс бетте тұрған адамдар жайлап. Біз боламыз енді. Біз үлкен көксерке ұстауымыз керек. Так, бар. Айрылып қалмау керек. Осы жыла сүйір түсті ғой. Нормальный стандарт. Осың күн бататын алдында бірден 2 жалауша көтерілді ғой. Біз ана іште балық пісіріп отыр едік қой. Балық пісіріп отыр едік. Мынау сосын ар жақта. Мынау почти барын айналдырып тұрған, қазір тексереміз. Бұнда болу керек. Бисмилла. Көрейік ал. Так. Бар. Нормально. Так. Так, кішкентай сияқты. В общем, екіншісіне келіп тексеріп көрейік. Біраз тұрды бұл да. Бар ма екен, жоқ па екен? Көрейік.
Так, бар. Так, осындай болды размер. Блин, стандарт па не? Даже одан кішкентай. Ё-моё. Иә. Біздің балық аулауымыз аяқталды. Аяқталғанда біз әлі боламыз. Бірақ қараңғыда ол жерде түсіреміз бе, түсіре алмаймыз ба көреміз. Ана жеңіс жинап жатыр жайлап. Ар жақтағы шортанға қойғандарымызды. Одан бөлек міне бүгін ұстаған балықтарымыз. Мынандай көксерке. Мынандай көксерке. Мынандай. Ең кішкентай, бірақ осыған да шүкір. Мынандай табан балықтар. Леш дейді ғой. Кептірге жақсы. Жаңа біздер 5 көксерке алып тұрық қой. 5 алдық. Шүкір нормально. Бұйырған болады осы. Кішкентай, бірақ енді осылай болып тұр. Биыл үлкендерін аулағанбыз, бірақ осы дұрыс емес жерге түсіп қалды ғой деймін. Каналға жазылып, лайк басып, пікір қалдырып жатқан адамдарға рахмет. Тағы да жазылып, пікір қалдырыңыздар. Не туралы түсірейік, келесіде қалай түсірейік. Енді Вячеславка су қоймасына уже екінші рет осы жерден видео шығып тұр ғой. Жақын жерде осы болды. Бізде алдыңғы апта боран болды, сосын қиын болды, басқа жерлер бар. Осы жерден да тұр. Аулауымыз аяқталды. Жеңіс, не дейсің, қалай? Күшті. Күшті ма? Иә. Көп рахмет, келесі кездескенше. Ой, мына қазаннан шақыру керек қой. Қазаннан шақыру. Бітті сол.